Так, жігіттер, ассалаумалейкум. В общем, мынау КамАЗ вакуум ассенизатор. Мынау КамАЗдың насосы. Вакуум дейтін жігіттер біледі ғой енді. 505 дейтін насос мынау. Баяғыдан кетқан. Мына насос менде дұрыс алмайды, ұзақ алады. Сосын ұзақ алғасын қызады. Бұйырса осы насосты алып тастап, орнына басқа насос қондырайын деп жатырмын. Ол насос бірақ 510 емес, 505 емес, 510 да емес, Қытайдың насосы. Насос мынандай ящикте тұр. Жасыл насос жалпы. Бұл насос мына жерге келмейді. Ол басқаша насос. Мынау да енді бір заводской установка емес. Жалпы мына жерлерін бәрі мен қолдан өзім жасағаным. Соны бірден етіп осыраға келтіруім керек. Бұрыннан изначально мына насос дұрыс қоймаған. Насос регулировкасы. Қайда жаңа мына жатыр ғой міне. Регулировкасы. Солар дейтіндер дұрыс тартылмайды. Дұрыс тартылмағанда самый шетіне келгенде де ременді әрең саласын. В общем, насос сәл бері қарай тұру керек по идее негізі. Тек қалай солай қондырып тастаған, еще уклонын алға қарай еңкек құтта алды көтеріліп тұру керек. Ремен айналғанда шкиптен көрініп тұрады. Бір сантиметр ма, жарты сантиметр ма алды көтерілу керек. В общем, не болса да ана Қытайдың насосын мына жерге салып бірден етіп келтіріп, шама келсе видеоға түсіруге тырысам. Енді осы видеоны көріп жатсаңыздар, значит, сол Қытайдың насосын қондырып салдым деген сөз ғой. Енді бізге мына жерге Қытайдың насосын қондыру үшін енді өз насосын түсіріп тастадым. Ол насоста енді салмағы баршылық насос қой. Енді мына жерге қондыру үшін оның табаны қысқа, басқаша. Мынаның тесіктері никак келмейді ол. Даже мына жерге түсіп кете ма, бірдеңе кішкентай. Осының несіндей жалпақтығы. Енді мен былай шештім. Мына бір жерге лист салам. 4 соның табанына. Соның табанына лист салып, сол листке отырғызам. Сосын құтта алдын көтерсем, вообще керім болады. Енді ол насосты мына жерге қойып, өлшеп сызатында жеңіл зат емес. Қасымызда да кісі болмай жатыр. Мұнан қазір стремянкілерін ағытып тастап, мұнан бла-бла жылжытып қарап отқаным ғой. Ана немен, отбор мощностьпенен, олар ровно тұрма деп кішкене бұрын қисық не істейді, ремені айналып отқанда ровно емес сияқты. Ананда енді жерде жатыр ғой насос. Онда былай метрлікпен, рулеткамен өлшеп жерден қарап отырмын, қай жерге қалай түсетін. Сол міне бір жерге міне бір лист салатын болып шешіп жатырмын. Кестіртіп алдым арнайы. 8-ка, 8-дік лист. 10-дық қалын слишком, 6 жұқа бола ма деп ойладым. Сосын 8 таңдадым. Бұны енді тесуде әбігер болатын бұлар. В общем, не болса да сол листті мына жерге қойып, насос сонысы түсу керек қой. Одан кейін дальше ана шлангілері, выходтары бар, шаруа іштет әлі. Мына листімді тестіріп алып келдім. Мына лист бұйыртса бұлай түсу керек қой, мына бұлай. Негізгі ары қарай ғой. Бірақ ананы слишком жақындап кетеді. Сосын шамал бұлай тартып едім. Мынаны үстіне насос қойғанда болар болмас мынаған тиіп кетті. Сосын мынаны көтерем деп шештім. Сосын ана уклон дұрыс емес дедім, алдын көтерем. Соны енді нақты шығара алмайтырмын, қандай көтеретінді. Бір 10 мм-ге көтеретін болдым. Мынаны үшін былай көтеруім керек, деді осы тұста болады. Шамамен осылай ғой. Мына квадраттарды салам деп шештім. Мынау 30-да 30, мынау 40-та 40. Талшыны екілік. Ұштау керек. Тесіктер міне. Мынау былай түсет бет. Деді осылай түсет. Кеше үстіне насосын қойып қарадым. Насосты артқа татайын десең, мына шкиппен анан шкипі келмей қалып тұрды. Осылай шешіп жатырмын. Насосын мынандай бір проблема бар еді ғой. Мына жерде бұрынғы насос тұрғанда менде ремен коробкаға не бір жерге азап тиіп тұр. Сол ременді бұла қарай қаштырту үшін мына жетілді жылжытым керек шамалы. Ол кезде бірақ ремен босап қалып тұр, бір жағынан көтеріп жатқанымда сол ремен тартылу үшін.
көп босап қалды да кішкене. Артына ештеңе салмай ойлап едім ғой. Алдын тек 10 мм-ге көтере қоям деп. Лист салсам да 10-дық. Ол жерде мына тесігіміз бар ғой. Мына астынан болтқа тайтылады ғой. Сол кезде мына бір жерге келіп қалды да мешет етіп. Жаңа айтқандай ғой, мына листті артқа жылжыта алмайсың, ол кезде насос кетіп қалады, ішкеп келмей қалады. Сол үшін де көтеріп жатырық та, болт салуға расстояние болсын деп. Енді самое главное мына квадрат шыдаса, шыдайтын болар деп ойлаймын енді. Артып сағынан кейін тұрады ғой. Майысып кетпейтін шығар насосын салмаған. Насос қондырып қойдық. Ремен бәрі дүзеу, нормально. Нағыз енді миллиметр былай қозғау керек болса, мына листте запас орын бар. Болттарын босатпай құттай жылжытуға болады. Екеуін тартатын орын бар, шықты нормально. Насос мына листтің қақ ортасында бір тесік тестірдім. Ортасында пробка бар екен, 17 күтпен ашылады. Ішіне майын ағыз жіберуге, су кетіп қалса бірден ағызуға, астында сливной бар. Мына енді нөмірі бірдеңесі көрінсе. Қытайдың насосы енді қытайша түсінбейміз ғой. Жерде 83 300-дік дейма, XD 300 деген маркировкасы бар екен. Енді дальше жұмыстарына үстін жалғау керек. Мынау ход, мынау выход. Былай айтқанда мынадан тартады, мынадан ауасын шығарады. Бұлар енді менің бұрынғы басқаша ғой, бұрын КамАЗдың 505-тер жанынан болды ғой. Бұда енді бір минусы, су асырып алатын болсаң, тезірек ішінен кетіп болмайтын сияқты ғой, потому что жоғарда да нелер. Может үртіп тастайтын да олар, кім біледі, желательно су асырмаған жақсы ғой енді. Май жалғайтын міне штуцер мұнда тұр. Екі жағында, ортасында жоқ бұда. Екіншісі міне тұр ғой, короче, міне осы жерде. Так, мына май құятын бачок қой. Май құятын бачок. Ол бұрын ана 505 насостың өзіне бекітіліп тұрды. Примерно осындай жерінде. Енді мен бұған бекітейін десем, болттардың шақтары келмейді. В принципе, мынаған біреуіне бекітіп, мынадан бүйтіп кронштейн жасап бекітуге болады. Бірақ мен насосты бүлдіргім келмей тұр. Сондықтан міне бір жерге крепление жасап, где-то бір осындай биіктікке қоям ба деген ойым бар. Мына бачокты. Соған мына жерге угольник кесіп дайындап қойдым. Бұйыртса соны осы араға қондырып көрем. Бачоктарын вард етіп жатырмыз. Бачогын қондырып қойдық. Мынадай угольниктен кронштейн жасап, болтпен бекіттік. И кронштейн съемный қылдық. 3 болтпен тұр. Біреу бұлай. Нормально, қозғалмайды. Осы мынау жаңағы насостың трубалары шығатын. Бұйыртса мынау бұлай түседі. Мынаны обраткасы ғой. Бұл барады, мына трубаға барады. Екіншісі айдып. Мынау. Осылай тұрады ғой ішім. Мына шлангіге жалғанады. Мына прозрачный шлангы, бұл май жүретін шлангысы. 6-лық шлангы. Мынандай тройникпенен қосып көрген жоқпыз енді. Көреміз ғой тексеріп. Майды ала ма, алмай ма? Екі жаққа да май бару керек қой. Сосын бұларда ортадан жоқ, сол екі шеттен май алады тек. Вроде жалғап бәрін болдым. Жаңа айналып тұрғаны малыйда, понежнеймен тұр коробка. Төмнеуірі май жалғадым ғой, шланг тройникпен. Көттістірмен бір жағына қарай уклон тұр ғой. Су жақ қарай бірінші май кетіп қалып тұр да, мына жағына қарай. Сол екеуінің өшіп ровно тұру керек екен, бірдей май кету үшін. Сосын мына трубаларында өзгеріс болды. Мынау енді осылай жасалды. Мынау изначально тек былай слегка уклонмен тұрды ғой. Мен шлангының изгибі келмеді, қатты қайырлады. В общем, келмеді шланг. И пришлось мұнда тағы бір поворот қосып, полноценный төмен қаратып тұрмын ғой, былай етіп.
жаңа айтып тұрған мына тройник қой. Мынаны былай көтеріп тұрса ровно кетеді. Аны былай қисайып қалса бірінші мына арт жағына қарай кетіп қалып жатыр да. Все, енді септикке салып жұмыс жасап көру керек.